Қуыршақтар театрында камералық музыка кеші өтті. Концертте Астана қаласы әкімдігі мемлекеттік академиялық филармониясының симфониялық оркестрі өнер көрсетті. Бұл кеш бұрынғыдан өзгерек, өйткені сахнаға әрбір музыкант аспапсыз шықпады. Оркестр құрамында екі бірдей шекті аспаптар квартеті мен контрабасистер квинтеті бар. Өнерпазы аз болғанымен симфониялық музыканы шебер орындауға машықтанған олар. Әсіресе квартетпен шыққанда оған көп жылдық дайындық керек. Бірақ қобалжу әрине әр концерт сайын бізбен бірге жүріп тұрады. Былай біз сахнаға шыққанды өте жақсы көреміз. Осындай концерттер көбірек болса деп ойлаймыз. Дәуіржан Зейнолланың бастамасымен контрабасистер квинтеті құрылды. Филармония тарихында бұрын соңды мұндай құрам болмаған және ауқымды аспапта аса танымал емес. Ал камералық кештерде көбінесе скрипка, виолончель, альт аспаптары ғана қолданылады. Шекті аспаптар тобына жататын көлемді құрал тасада қалып келеді. Жас орындаушылар енді контрабасистер квинтетін танытуды мақсат етіп отыр. Оркестрде ойнаған кезде біз бір-бірімізді аса тыңдамаймыз. Мысалы, осындай квинтетпен ойнап, концерт беріп бірге, мысалы, сөйтіп жүрген кезде ол кішкене басымыз қосылады. Бір-бірімізді тыңдай бастаймыз, ести бастаймыз. Оның пайдасы көп бір жағынан. Шекті аспаптар квартетінің құрылғанына 4 жыл өтті. Осы уақыт аралығында өнерпаздар шетелде білім алып, байқауларда бақ сынап үлгерді. Келешегін бағамдаған жастар тынымсыз еңбек етпек, осылайша төрттікті төрткүл дүниеге танытпақ. Қазақстанда квартет дамып жатыр, бірақ бұлай көпшілік адамдарға осындай массово таратып жатқан жоқ ондай қатты. Бізде мемлекет бойынша бірақ көз квартет бар мысалға. Ал басқа шетелдерде әр өз қалаларында өздерінің квартеттері бар. Бізде ол өйтіп дамымаған. Сол бойынша біз түсіндік, сол квартет жолында біз жүреміз екенімізді. Үні нәзік, әсемсазды әуендер тыңдармандарды елетті. Сондықтан болар кеш соңында көрермендер өнерпаздарға тоқтаусыз қошемет көрсетті. Шекті аспаптар тобына скрипка, альт, виолончель, контрабас жатады. Бұл аспаптар симфониялық оркестр үшін жасалған. Неғұрлым аспап үлкен болған сайын, соғұрлым дыбыс биіктігі төмендей түседі. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.